Толағай күн шақырайған ыстықта футбол ойнап жүрді. Біраз уақыттан кейін оның беті қызарып, маңдайынан майда кер тамшылары сырғи бастады. Көйлек денесіне жабысып, малмандай су болды. Ол бетін сүртіп жатып, неге біз терлейміз деп ойлады. Жауабын табу үшін Толағай кішірейіп, тағы да өз денесіне кірді. Ол миының ішіне қонды. Дене температурасын басқаратын гипоталамус дененің қызып кеткенін сезіп қойыпты. Ол дереу кер бездерін іске қосу туралы бұйрық берді. Бездер қаннан су мен тұзды тартып алып, кердегі ұсақ тесіктер, кеуектер арқылы сыртқа шығарды. Толағай кер бетінде мөлдір тамшылардың пайда болғанын көрді. Ең қызығы, бұл тамшылар ауаға буланған кезде өзімен бірге жылуды алып кетеді екен. Кер неғұрлым көп буланса, дене соғұрлым салқындайды. Зерттей келе, Толағай кер бездерінің бәрі бірдей емес екенін білді. Эккрин бездері бүкіл денеге таралған және негізінен су мен тұз бөліп, салқындатуға қызмет етеді. Ал апокрин бездері қолтық сияқты аймақтарда орналасып, құрамында ақуыз бен майы бар қоюрақ кер бөледі. Кердегі бактериялар бұл заттарды ыдыратқанда жағымсыз иіс пайда болады. Сыртқа қайта секіріп шыққан Толағай мақтанышпен жымиып қойды.